дін ілімі, медицина, экономика, басқа да ілім көп. Осы ілімдердің ішіндегі ең абзалы ол шариғи ілім дейді. Ең абзалы шариғи ілім. Шариғи ілімді алатын болса, онда ол өзінің Раббысын таниды, өзінің пайғамбарын таниды, және өзінің дінін дұрыс үйренеді дейді. Неге? Өйткені адам баласының барлығына өлім деген нәрсе келеді, олардың барлығы қабірге түседі. Қабірге түскен кезде сенен медицина туралы сұралмайды. Қабірге түскен кезде екі періште келіп сенен уколды қалай салады деп сұрамайды. Тамырды қалай табады деп сұрамайды. Сенен келіп сұрайтын нәрсесі мән раббука, ва мән набиюка, ва мә динук. Періштелер, сенің Раббың кім? Сенің пайғамбарың кім? Сенің дінің не деп сұрайды еді қабірге түскен кезімізде. Сол кезде қабірдегі адам баласы осы үш сұраққа нақты жауап бере алған болса, оның қабірдегі жағдай ары қарай жақсы болады. Ал егер оның қабірдегі жағдай жақсы болса, қияметте оның жағдайы жақсарады екен. Сол себептен бұл өмірдегі шариғи ілім неден тұрады дейді? Бірінші тұрады. Бірақ дін, шариғат басқа ілімдерді үйренбе демейді. Үйрен, біл, бірақ дініңді ұмытпа дейді. Одан кейінгі екінші ілімге келетін болсақ, екінші ілімі мынау медицина дейді. Бірінші шариғат дейді, ең абзал тұратын ғалымдарымыздың мынау саты бойынша қойғаны, екінші не дейді? Мынау медицина ілімі деген екен. Өйткені осы екеуі адамның бұл өмірінде қатты маңызды нәрселер. Шариғи адамның рухани баюын, рухани арзандауын, рухани ауруын емдеген болатын болса, оның мынау сыртқы дене пішіміне ол медицина жауап бергендігі себептен осы екі ілімді естеген алдыңға шығарады. Сондықтан құрметті жамағат, ең басты мәселе адамның ақыреті болу керек та. Бұл өмірде адам баласы ақыретін ойламағаннан көптеген нәрселерге душар болады. Ақырет деген нәрсені артқа қойғаннан көптеген нәрсеге душар болады. Сол себептен кімде-кім бұл өмірде дүниесінің алдына қойса, оның бұл өмірде ақыреті де жақсы болады. Ал кім бұл өмірде дүниесінен артын қойып қойса, дүниесінен босаған уақытта дініне бөлсе, онда оның бұл өмірде ақыреті де болмайды. Сол себептен біздің ақыретімізде жүзіміз жарық болуына ең бірінші себеп болатын нәрсе ол ілім екен.